Бәріне сәлем, бүгін біз Нұрай екеуміз IT кафеге бір күнге жұмысқа тұрдық. Мен бүгін кассирдің рөлін атқаратын боламын. Мен Даяш ретінде мұғалімдер мен студенттерге қызмет көрсетемін. Ендеше, жүр, киімімізді дайындайық. Мінекей мен жұмыс орныма келдім. Bir затты ұмытып кетіппін. Бастысы асхана жұмысында ол тазалық әрине. Санитарлық норма бойынша әр жұмыскер формамен тұру керек. Мен білмеймін, шапкамен жұмыс істеймін бе. Жұмысты бастауға дайынбыз. Бірінші клиентім келіп қайтты. Картамен де, қолма-қол ақшамен де есептесіп үлгердім. Қазір математиканы мектепте оқу керек деген ойлар келіп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл менің жұмыс орным. Менің басты міндетім адамдардың сұраған тағамдарын ұсыну. Алмас айтқандай, ең бастысы ол бізде тазалық. Сол үшін біз арнайы перчаткалар киеміз. Здравствуйте, можно бифштекс и гарнир пюре. Пюре? Қазір клиентім беру керек. Негізі, әр клиент келген сайын бір қобалжып тұрасың. Не болар екен деген сайын. Қош келдіңіз. Не болар екен? Нан ғана алдыңыз ба? Өздеріңіз көріп тұрғандай, төлеудің тәсілдері әртүрлі. Карта мен терминал арқылы болады. Қазір онлайн кәсіби арқылы да төлеуге болады, және көріп тұрғандарыңызда рахмет бар. Терминал міне өтпеді ма? Енді перевод или наличка. Немесе қолма-қол ақшамен, немесе перевод. Қалай өтіп жатыр? Қиын бе екен? Хоп, 3 минутқа, и все. Кассада жұмыс істеудің тағы бір қиын шақтарының бірі ол есте сақтау қабілеті. Мысалы, адамдардың жұмысты жылдамдату үшін барлық бағаларды жатқа білу деген өте қиын деп ойлаған, бірақ мұнда подсказкалар тұр екен. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Салаттар, блюдо из курицы барлығының бағалары дайын тұрады, егер ұмытып қалған жағдайда. Бірақ жаттап алған әрине дұрысырақ болар. Қазір мен формамды өткізуге барам. Және тағы бір байқағаным, мен сияқты бойы ұзын кассирлерге бұл жерде жұмыс істеген өте ыңғайсыз болады екен. Потолок көріп тұрғандарыңыздай өте төмен және ыңғайсыздау. Қараңғы гардеробқа келіп жеттік. Жұмыс күн аяқталды. Енді жеңілдеп бір деуге болады. Шынымды айтсам, шаршатып жіберетін жұмыстардың бірі екен. Сырт көзге оңай болып көрінгенмен, іс жүзінде оңай емес. Мінекей бүгінгі IT кафе қызметкерлері ретіндегі күніміз аяқталды. Шынымды айтсақ, өте шаршап кеттім өз басым. Сен ше? Шаршадым. Жұмыстың ең қиыны меніңше болып қалған, туындап қалған өзің күтпеген жағдайлардан дұрыс шығып кету, сауатты шығып кету. Мәселен, карта істемей қалса деген сияқты. Ал жақсы жағы ол адамдармен коммуникация, адамдармен жұмыс істеу. Ол әрине өте қызық. Мен үшін жұмыстың жаман жағы әрине ол күніне 10 сағат тез қозғалыста болу, мысалға запара дейді ғой, запара кезінде мысалға адамдарға ұсыныстарын, мысалға тапсырған тапсырыстарын үлгермей беруді
және де бұл жұмыстың оң жағы ол әрине қарым-қатынас алмаз айтқандай, және де мысалға жұмыс барысында мен мысалы өз досым кездестіріп қалдым, бұл маған жақсы эмоция сыйлады. Бастысы жүйелі жұмыс істеу керек сияқты мұндайда. Барлығын реттеп жүйелі жұмыс істесек барлығы оңай. Және барлығымыз білетіндей осындай касса және тағы да басқа жұмыстар, мысалы тіпті дворник деген сияқты жұмыстар, бұл енді профессия ретінде саналмағанмен қоғамға өте керек жұмыстар екенін бүгін тағы да өзімізге дәлелдедік деп есептеймін.